Сәлем оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 8 сынып бойынша құрлық суларының түрлері мен қалыптасуы деген тақырыпты өтеміз. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз құрлық сулары және оның түрлері, өзендер, өзен ағыстары, жер асты сулары және де тағы да басқалар. Кеттік. Құрлық суларына өзендер мен көлдер, мұздықтар мен батпақтар, жер асты сулары, сондай-ақ жасанды су көздері, яғни адамның қолымен жасалған су көздері, бөгендер, каналдар, тоғандар жатады. Яғни, құрметті оқушылар, құрлық сулар деген кезде сіздер бүкіл планетадағы суды емес, тек материктердің үстіндегі суларды ғана елестетіңіздер. Яғни материктердегі суларды ғана. Ал материктерден бөлек мұхит сулары, ол бөлек аталады. Олар құрлық суына қатысы жоқ мұхиттардың, сондықтан тек материктердің үстіндегі суларды ғана қарастырамыз. Құрлық суының түрлеріне бізде бұл жер асты сулары, мұздықтар, көлдер, батпақтар, өзен және тағы да басқалар жатады. Олардың үлесі ең көбі жер асты сулары. Жер асты сулары жалпы құрлық суының 66, яғни 67%-ын құрайды почти. Мұздықтар 32,28, көлдер 0,1000-нан 835, нәжді батпақтар 0,8, өзен сулары 0,100-ын құрайды. Яғни осындай құрлықтарда. Көлемдері жер асты сулары 60.000 км куб, мұздықтар 29.000 км куб, көлдер 750 км куб, батпақтар 75 км куб, өзен сулары 1,2 км кубты құрайды. Не осындай. Өзен бұл күрделі табиғи жүйе. Ол көптеген құрамдас бөліктерден тұрады, оны сіздер білесіздер. Өзендерде батпақтарға қарағанда 4 есе, көлдерге қарағанда 60 есе аз су жинақталған. Өзендердің жалпы суы құрлықтардағы осы 1,200,000 км кубты ғана құрайды. Суы алмасу үшін өзендердің 11 күн қажет, ал батпақтарға 5 жыл қажет, ал ағынды көлге 17 жыл қажет болады. Ағынды көл дегеніміз бұл сіздер білесіздер, өзен ағып кіріп, өзен ағып шығатын көлді ағынды көл деп атаймыз. Өзен өзі жасап, өзі өңдеген арнамен ағатын табиғи су ағыны, яғни бұлар жоғары аймақтан төменгі аймаққа қарай ағады. Өзен жүйесі басты өзенді, оның бастауы мен сағасын, оның сол жақ және оң жақ салаларын қамтиды. Яғни бастау бұл өзен басталатын жер. Сосын салалары осы үлкен өзен алабын құрайтын кішігірім өзендерді өзеннің салалары деп атаймыз. Мынандай салалары. Осындай оң жақ сала, сол жақ сала деп бөлінеді. Не осылай құрылымдардан тұрады өзен. Өзен жүйесінің су жинақтайтын аумағын өзеннің су жинау алабы деп атайды. Яғни су жинау алабы мынандай үлкен су жиналатын жері, яғни өзеннің су ағатын аймағы. Дүние жүзіндегі өзендер арасындағы алабы ең үлкен өзен бұл Амазонка өзені. Амазонка өзені сіздер білесіздер, оңтүстік Америка материгінде орналасқан, Амазония джунгли аймағында. Су жинау алабы 7 миллион км квадратқа жуықтайды, яғни аумағы. Жалпы алғанда құрлықтың барлық өзендері Атлант және солтүстік мұзды мұхиттың, Тынық және Үнді мұхиттың алаптарына, сондай-ақ ішкі тұйық алапқа жатады. Яғни осындай 5-ке бөлінеді. Мысалға, әр өзен мына жақта әртүрлі мұхитқа құяды. Және де ішкі тұйық алап деген бар. Ішкі тұйық алап бұл тек ешқандай мұхитқа құймайды, және де ешқандай мұхиттан басталмайды. Бұлар тек материктің ішінде, таулы аймақтан басталып, материктің ішінде аяқталатын өзендер. Мысалға, біздің Қазақстанда Сырдария өзені, сосын Іле өзені, мына жақтағы Шу өзендер, тағы да басқа өзендер жатады. Және де Орта Азиядағы Әмудария өзені. Не осылар ішкі тұйық алаптың өзендері. Тағы да Жайық өзені бар. Алаптар арасындағы шекара суайрық деп аталады. Яғни мынаған ұқсас. Мына жердегі мынандай жер бөліктеріне ұқсас суайрық дегеніміз.
яғни екі суды бөліп тұратын жерлер. Өзен торы бұл өзен жүйесіне енетін барлық өзендердің жалпы ұзындығының алып жатқан ауданына қатынасын айтады. Яғни өзен торы дегеніміз мына суреттегі ұқсас осындай тор болып орналасу өзеннің. Яғни мына жерде әртүрлі ұсақ салалардан құралып келіп, мынандай үлкен өзен пайда болады. Осылардың барлығының жүйесі бізде өзен торы деп аталады. Өзеннің маңызды сипатының бірі оның су шығыны мен жылдық ағын мөлшері. Су шығыны дегеніміз бұл өзеннен белгілі бір уақытта ағып өтетін су мөлшері. Су шығынын бізде метр кубтың секундқа қатынасымен өлшейді. Яғни метр куб көбейтілген секунд. Дүние жүзінің ең суы мол өзені бұл Амазонка өзені. Амазонканың су шығынының орташа көрсеткіші 220 мың метр куб секундына осылай есептелінеді. Яғни Амазонкадан бір секундта 220 мың метр куб су ағып өтеді. Ал біздің Қазақстанда ең үлкен өзен Ертісте бұл көрсеткіш 960 метр куб секундты құрайды. Өзеннің жылдық ағыны өзеннің сағасы арқылы бір жыл ішінде ағып өтетін су шығынының мөлшерімен, яғни километр кубпен анықталады. Өзендер сондай-ақ қатты заттарды да тасымалдайды. Яғни қатты заттар дегенде соның ішінде топырақ, құм, тас, қиыршық тас, әртүрлі минералдар, жалпы тау жыныстары. Бұндай өзендерді қатты ағынды өзендер деп атаймыз. Мысалға, Амазонка өзені жылына 500 миллион тонна заттар тасымалдайды. Ал сазды жыныстармен көп тараған аймақпен өтетін Хуанхэ, яғни Қытайдағы Хуанхэ өзені жылына 1 миллиард 820 миллион тонна қатты заттар тасиды. Жер асты сулары неғұрлым тереңде жатқан екі су өткізбейтін қабат арасындағы суларды артезиан сулар деп атаймыз. Артезиан атауы Франциядағы Артуа провинциясының атымен байланысты. Осы Артуа провинциясында 1126 жылы терең артезиан құдығы қазылған. Сол кезден бастап артезиан сулары кең тарала бастады атауы. Қазақстанда жалпы 70-тен астам артезиан алабы бар. Қазақстанда жер асты суларының 50%-ға жуығы оңтүстік Қазақстан аумағында шоғырланған. Яғни сол аймақта өте минералды жер асты сулары көп таралған. Жер асты суларының температурасы плюс 20 градус Цельсийдан аспайтын сулар бізде суық сулар деп аталады. Ал плюс 20 градустан 1000 градусқа дейін жететін суларды термалды сулар деп атаймыз. Осындай сулардың жер бетіне атқылап шығуын гейзер деп атаймыз. Яғни ыстық сулардың жер бетіне атқылауы гейзер. Гейзерлер негізінен жанартау атқылауы белсенді жүріп жатқан аудандарда, яғни Исландия, Камчатка, Жаңа Зеландия, Жапония, ақш жерінде көп кездеседі. Гейзерлер көбінесе, яғни жанартау атқылайтын осы лава жердің астында суды қыздырады 1000 градусқа дейін, және де сол қатты қыздырған су жердің бетіне атқылайды. Жер астында минералды сулар көп кездеседі, яғни құрамында өте пайдалы минералдар бар. Қазақстанда осындай минералды сулар 300-ден астам жерде табылған, және де 300-ден астам минералды су көздері мен емдеу сауықтыру мақсатында орналасқан үлкен курортты рекреациялық аймақтар көп. Бұлардың көбісі оңтүстік Қазақстан аймағында орналасқан. Не осындай, сіздерге түсінікті болды деген ойдам. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош, сау болыңыздар.